Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзім таңғы асқа пісіретін асқабақ қосылған панкейктің рецебімен бөлісетін боламын. Бұл жерге піскен асқабақ алып алдым. Осы піскен асқабағымызға 2 жұмыртқа саламыз. Сары май, сүт құйып аламыз. Кішкене 1 қасық қант салдым, 1 қасық 2 қасық. Енді осыны блендерден жақсылап өткізіп аламыз. Осыған аздап ұн қосамыз. Разрыхлитель салып аламыз. 1 чайный ложка. Кішкене тұз салып жібереміз. Корица салып жібереміз. Кішкене осыны жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді тапамызды қыздырып пісіре берсек болады. Сұйықтау қылам десеңіздер, сұйықтау қылсаңыздар болады. Мен осылай кішкене қоюлау қылдым. Тапаға кішкене май салып қыздырып алдым. Енді осыны баяу отқа, өте баяу отқа қоямыз. Өзі көтеріліп, аралары ашылып шығады. Осыны өте баяу отқа қоямыз. Өзі көтеріледі, аралары ашылып. Көтеріліп пісті. Енді келесі бетін аудара берсек болады.